Қайырлы кеш жастар, мен Еркиназ. Бүгін мен сендермен уақытты үнемдеудің және тиімді жұмыс істеудің бір әдісі помодоро техникасын таныстырғым келеді. Помодоро техникасы 1960 жылы помодоро деген итальян ғалымының ұсынысымен ойластырған өте кең таралған әдіс. Әрине мүмкін сендердің көбілерін оны естіген де шығарсыңдар. Және бұл әдістің ең басты мақсаты, сендер мысалы көп ұзақ уақытты жұмыс істеп отырсаңдар, өздерінің жұмыстарын тиімді болу үшін кейде уақытымен демалыс алып тұру. Ол техниканың айтуы бойынша әрбір 25 минуттан кейін 5 минут демалыс алып тоқтау керек екен. Және мысалы кейде сендер көп жұмыс істеп кеткенде мүмкін уақыттың қалай тез өткенін қарамай қалуы мүмкінсіңдер. Алайда кешке ол жұмыстардың уақыт өткен сайын тиімді болмай қалады да. Сондықтан өздеріне ұялы телефондарына 25 минут сайын будильник қойып отырсаңдар, не болмаса помодоро техникасына арналған әртүрлі мобильді қосымшалар бар, соларды қосып алып, сонымен жұмыс істеуге болады. Сонда мысалы сендер бір қиын жұмыс бастадыңдар, не анализ жасау керек болды. Сендер помодоро техникасы арналған ұялы мобильді қосымшада қостыңдар, 25 минут терең жұмыс істедіңдер, ойландыңдар, кейін сол кезде бір звонок қосылады да, сендер 5 минут демалу керексіңдер. Сосын 5 минут демалғанда қайтадан мүмкін шай ішіп келесіңдер, сыртқа шығасыңдар, қайтадан жұмыстарына келесіңдер. Сөйтіп бір күндізгі 8 сағаттық уақыттарында, әрине обед уақытында демалыс бар, бірақ жұмыс істейтін уақыттарында солай бөліп тиімді жұмыс істейсіңдер. Сонда күні бойғы істеген шаруаларың өте жемісті өтеді деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.